Алдымен ең бірінші болып бізге керек ететін зат ол 3 штук жұмыртқа, яғни біз арнайы ыдысымызға 3 штук жұмыртқамызды жарып аламыз. Келесі біз 3 жұмыртқамыздың үстіне 1 кесе толмаған құмшекер қосамыз, яғни шекер қосамыз. Содан соң құмшекерімізбен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Негізі миксермен араластыруға да болады. Мен көп уақытымды құртпайын деп миксермен жақсылап араластырып алдым көпіргенше. Және үстіне 1 орта кесе жылы сүт құямыз. Және үстіне пісте май құямыз. Егер пісте май болмаса, сары майды ертіп құйсаңыз да болады. Содан кейін үстіне өзіңіздің қалауыңызбен ұн қосасыз. Және разрыхытель қосамыз. Егер де разрыхытеліңіз көп мөлшерде болса, өзіңіздің қалауыңызбен қосыңыз.
Біздің тестамыз дайын болды, ал енді біз бұл тестаны пісіретін боламыз. Газыңызды жай қойып, жақсылап пісіреміз.
Осымен сіздердің көптен күткен видеоларыңыз аяқталды. Ал ендіше менің арнама тіркеліп, лайк басып, барынша қолдап кетіңіздер. Міне, мен сияқты панкейкидің рецептін үйреніп алыңыз.